Несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс дегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Өткен жылы қазақстандықтар 5 триллион теңгеден астам несие алыпты. Бұл ретте бір несиенің орташа сомасы 150 мың теңгені құраған. Ең қызығы осындай тұтынушылық қарыздардың жартысына жуығы киім сатып алуға жұмсалған дейді сарапшылар. Бұл Профинанс веб бағдарламасы қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Барша көрермендерімізге сәлем. Бүгінгі тақырып өте өзекті, өйткені біз тұтынушылық несиелер туралы айтатын боламыз. Осы қаржылық құрал жайында жан-жақты ақпарат беріп, сатып алудың қыр-сырын үйрететін сарапшымызбен таныс болыңыздар. Бизнес-тренер Мәлік Мұсабеков. Сәлеметсіз бе, Мәлік? Сәлеметсіз бе, Мариям. Мәлік Мұсабеков, экономист, бизнес-тренер. Мәлік, айтыңызшы, сізде несие бар ма? Жоқ, менде қазіргі таңда несие жоқ, ал сізде ше? Менде әрине ел қатарлы, менде де несие бар. Жалпы осы несие туралы айтыңызшы. Несие алған дұрыс па? Ол негізінен жаман да жері бар, жақсы жері де бар. Мысалы, біз несиені көп жағдайларда не үшін аламыз? Үйде белгілі бір техника бұзылған кезде, мына біз қарапайым қазақстандық болып, үйде үлкен сома жатпайды. Сол жерде біз мына несиеге жүйенеміз. Бұл жағдайларда әрине несие пайдасы бар. Өйткені бізге бұл зат керек кезге несиеге жүйенуге болады. Несие алуда ең көп белсенділік танытатын халық америкалықтар. Олар кез келген нәрсе үшін несие рәсімдей береді. Баспанаға, оқуға, көлікке, тіпті уақытты қызықты өткізу үшін де қарыз алудан қорықпайды. Статистикалық мәліметке сай, әр америкалық тұрғынның қалтасында орта есеппен 5 несие картасы жүреді. Бірақ олар осыншама қарыздың салмағын сезбейді. Соған бола абыржымайды. Себебі, бұның бәріне қалыпты жағдай деп қарайды. Яғни несиені қайтару америкалықтар үшін коммуналдық қызмет ақысын төлеу сияқты міндетке айналған. Дегенмен, ақш-та жылжымайтын мүлікті жалға алу өте қымбат тұрады. Сондықтан да баспананы несие бойынша рәсімдеп, ақырындап төлеп отырған тиімдірек. Қаржылық дағдарысқа дейін бұл елде мынандай әдіс қолданылып келді. Баспананы несиеге алған адам 1-2 жылдан соң оның құнын қайтадан есептетеді. Өйткені жылжымайтын мүлік бағасы үнемі өсіп отырады. Соның нәтижесінде борышкер тағы да ақша алу мүмкіндігіне ие болды. Бір сөзбен айтқанда, үйді қайтара кепілдікке қояды. Алайда, мұндай тәсіл тұрғындардың банк алдындағы қарызын азайтудың орнына керісінше көбейте берді. Осының салдарынан қаржы дағдарысы басталды. Әркім есте сақтауға тиіс қағида. Тұтынушылық несие жөніндегі келісім шартты мұқият оқимыз ба? Қаржылық құқығымызды қорғауға кім көмектеседі? Бұл жайында сәлден кейін әңгімелейтін боламыз. Бұл Профинанс веб бағдарламасы біз ары қарай жалғастырамыз. Енді сіз бизнес-тренер ретінде бізге сатып алу және оған қажетті қарыздарды басқару жөнінде қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жалпы осы мәселе бойынша барлық тұтынушыларға бірдей әсер ететін қандай да бір тиімді әдіс айла бар ма, осы жөнінде айтып өтсеңіз? Негізінен бұл жерде ұсыныс жеке қаржыңызды жоспарлаңыз. Егер сіздер дұрыс қаржыны жоспарласаңыз, сізде әрқашан қаражат болады, сіз үлкен шығындарды есептеп, алдын ала жоспарласаңыз болады. Егер сіз дұрыс есептеңіз, несиенің де пайдасы бар. Керемет, сізбен толықтай келісемін. Шынымен де бірінші айда өзіңе керектінің бәрін сатып алып, келесі айда ақшасыз қалатын жағдайлар өте көп болады. Жалпы қаржыны қалай ретімен жұмсаған дұрыс? Осы жөнінде айтып өтсең. Ең бірінші несиені алған кезде не анықтау керек, не үшін сіз бұл товарды аласыз? Өйткені кейбір жағдайларда біз үйге келеміз, товарды сатып алып, сосын оған қараймыз, ол керек па, керек емес па, немесе оны өте сирек пайдаланамыз. Мәлік, құрметті көрермендер, қарап өтсеңіз, осындай күндердің күнінде ескіріп қалған телефонды, ұялы телефонды ауыстыру керек екендігін түсінеміз. Яғни ол дұрыс жұмыс істемейді, немесе сынып қалады. Осындай жағдайда біз жаңасын алып, оның камерасы жақсы істейді, қосымшалар болғанын қалаймыз. Яғни барлық талапқа сай телефон алғымыз келеді. Сонымен қатар танымал бренд болғанын қалаймыз. Солай емес пе? Бұл жерде әрине, егер сіз мына құралды, жаңа ұялы телефоныңызды жұмыста қолдансаңыз, яғни ол сізге пайда кесе, ол кезде несиеге барып, несие алуға болады. Бұл жерде таңдаған кезде қазіргі жағдайларда үлкен мүмкіндіктер бар. Негізінен мына дүкенге барсаңыз, техника дүкендерінде көп жағдайларда банктермен келісім шарт бар. Яғни кейбір шығындарын өз мойнына дүкендер алады. Сол кезде ол тиімді деп есептеуге болады.
Осы тақырыпқа байланысты біз кішігірім бейне сюжет әзірлегенбіз. Яғни бейне сюжеттің кейіпкері жағымсыз бір жағдайға тап болған екен. Ондай жағдай әркімнің басынан өтуі мүмкін, сондықтан экранға назар аударайық. Валерий көптен бері несие алуды ойлап жүрді. Оның басты мақсаты банк мақұлдаған кепілдіксіз несиені мүмкіндігінше көбірек алып, соның көлеміне қарай пәтеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе өз саяжайында кішігірім құрылыс бастау. Осы ретте ол коммерциялық банктердің бірі берген жарнаманы көзі шалды. Онда 3 жылға берілетін көлемі 1 миллион теңгеге дейінгі несиені алып үлгер. Бар болғаны 15 минутта рәсімдейміз деп жазылған еді. Біздің кейіпкеріміз бұл жаңалықты жақсылыққа жорып, әлгі банктың ең жақын орналасқан бөлімшесіне қарай асықты. Абырой болғанда банк Валерийге несие берді. Айта кетерлік жай, несие алу туралы келісімде оның бұдан бұрын жария етілген негізгі келісім шартқа біріктірілетін қосымша құжат екендігі көрсетілген. Валерий бұл қағаздарға қол қойған кезде автоматты түрде әлгі біріктіру жөніндегі баптарды да мақұлдаған болып есептеледі. Бірақ біздің кейіпкеріміз ол ақпаратқа соншалықты мән беріп, уақыт кетіргісі келмеді. Сондықтан бірден келісімге қол қойды. Мінекей осындай жағдай болған екен. Жалпы Мәлік, біріктіру келісімі деген не? Біріктіру келісімі ол банктың бір келісім шарт түрі. Келісім шартта міндетті түрде неге қараңыз? Көрінбейтін шығындарға, мысалы, әртүрлі тарифтер болады, әртүрлі комиссиялар болады. Яғни қол қоюға асықпаңыз дейсіз. Әрине. Егер сіз өзіңіздің тұтынушылық құқығыңыз бұзылды деп есептесеңіз, онда ұлттық банкке жүгінуіңізге болады. Бұл мекемеде қаржылық қызметті тұтынушылардың құқығын қорғау және сыртқы коммуникациялар жөніндегі арнайы басқарма жұмыс істейді. Басқарма мамандары азаматтарға ақыл кеңес берумен де айналысады. Сонымен қатар қажетті ақпараттардың барлығын ұлттық банктың сайтынан, әлеуметтік желідегі парақшасынан, сонымен қатар мобильдік қосымшаларынан білуге мүмкіндік бар. Бөліп төлеу мен несиенің қандай айырмашылығы бар? Тұтынушылық несие туралы келісімдегі қандай цифрлар маңызды? Бұл жайында дәл қазір әңгімелейміз. Көптеген зерттеу қорытындысы анықтағандай, ер адамдар негізінен несие берушінің танымалдығына көңіл бөледі. Ал әйелдер болса, көрсетілетін қызметтің сапасына, жылдамдығы мен пайыздық үстеменің көлеміне назар аударады. Бұл Профинансы веб пайдалы қаржылық ақпараттарды беруді әрі қарай жалғастырамыз. Бізде сатып алу әрекетін тиімді басқаруға қатысты көптеген сұрақтар келіп түсуде. Алмуша есімді тұтынушы былай деп сауал жолдайды. Бөліп төлеуді де тұтынушылық несие сияқты маңызды мәселе деп қарастыру керек дейді. Бөліп төлеуде және де несие, ол несиенің түрлері. Айырмашылығы негізінен қандай? Бөліп төлеуген кезде біз техниканы аламыз, және оның сомасы үлкен болмайды, және мерзімі ұзақ болмайды. Ал несиені алатын болсақ, ол көп жағдайларда ұзақ мерзімді және үлкен мақсаттарға деуге болады. Ал бірнеше банктен осында бөліп төлейтін қарыз алуға бола ма? Болады. Бірақ бұл жерде банктер көп жағдайда екі нәрсеге көңіл бөледі. Ол сіздің несие тарихыңыз, екінші сіздің табысыңызға байланысты. Егер сіздің табысыңыз мүмкіндігі бар, оны ай сайын бірнеше несиені төлеуге, көбінесе банктер оған барады. Бәрі түсінікті, қалай дегенде де әр қадамымызды ойлап жасаған абзал, және бөліп төлеуге алған қарызымыздың бәрі несие тарихында сақталады. Уақыт өте келе ірі көлемді несие алуға өз әсерінде тигізеді. Дамирка есімді қолданушыдан мынадай сұрақ келіп түсті. Ірі дүкендерде жеңілдіктер түні деп акцияларды жариялағанда оның астарында не бар? Әлде бұл расымен керекті заттарды сатып алудың ең қолайлы тәсілі ме дейді? Кейбір жағдайларда кері жақтан қарастыратын болсақ, дүкеннен қарастыратын болсақ, неге ол акцияны жасайды? Дүкен ол кәсіпкер. Қандай да бір кәсіпкер өзінің пайдасын. Әрине, пайдасын қарастырады. Яғни шығынға ешкім жұмыс істемейді. Бір ұсыныс бар, егер нақты білгіңіз келе ма, акциялар тиімді ма, тиімді емес па, ол кезде біз білеміз, дүкендер алдын ала жариялайды. Мысалы, 15 маусымда не болады? Жеңілдіктер болады, біз алдын ала білеміз. Сол себептен ұсыныс болған дүкенге кіріп, сіз қалаған техникаңыздың бағасын біліп, жазып алып, сосын акция болған күні, жеңілдіктер түні барған кезде тексересіз. Рас па екен мына баға ауысты ма, ауыспады ма? Түсінікті, біз әрі қарай жалғастырамыз, бізбен бірге болыңыздар. Банк қызметкерлері тұтынушылық несиелерге қатысты неше түрлі өтінішті қарастырады. Мәселен, Ресейдегі коммерциялық банктердің біріне кәдесый заттарын сататын адам келіпті.
Ол өз бизнесін кеңейту үшін қаражат керек екендігін айтады. Сонымен қатар, айлакер кәсіпкер ең жоғары сұранысқа ие тауары ретінде кәдімгі әйнек ыдысқа құйылған емдік теңіз ауасын көрсетіп мақтанады. Айтуынша Сочи, Туапсе Геленджик және Анапаның ауасы құйылған ерекше тауардың 4 түрін шығаруды ойластырып жүр. Алайда, банк қызметкерлері ауаны саудалаған кәсіпкерге несие беруден бас тартты. Осыған ұқсас жағдай Еуропада да орын алды. Аймақтағы ірі банктердің бірі дәстүрлі несиемен қатар тұтынушыларға фитнеспен айналысуға, ем-дом алуға және күнделікті киім-кешекке қажетті қарыз ұсынды. Тіпті мұндай несие ірі көлемде 3 жыл мерзімге беріле бастады. Мысалы, біздің ақшамен есептегенде несие сомасы 15 миллион теңгеге дейін жетті. Ал біз профинанс веб-вебинарында онлайн режимінде тыңдаушыларымыздың сұрағына жауап беруге әрі қарай жалғастырамыз. Айнұр есімді қолданушы былай дейді: тұтынушылық несиені рәсімдегенде неге назар аудару қажет? Келісім шарттағы ең маңызды цифрлар қайсысы? Негізінен бүкіл цифрлар маңызды. Өйткені ол сіздің ақшаңыз. Яғни сіз несие алғанмен оның үстінен пайыз төлейсіз. Сіз тапқан ақшаңызды енді есептеу керек. Жасанды шығындарға кең көңіл бөлу керек. Мінекей мәселе қайда жатыр. Біз дәл қазір белгілі бір кейсті қарастырып көрейік. Яғни жаңа бір пәтерді заманауи тұрмыстық техникамен жабдықтау үшін бізге несие алу қажет. Ай сайынғы табыс көлемі 250 мың теңге дейік, ал қажетті қаржы 3 миллион теңгені құрайды. Бірінші банк бізге 5 жыл мерзімге дейінгі несиені жыл сайынғы 24% үстемемен ұсынады. Екінші банк қарызды 7 жылға 26% бере алады, ал үшінші банк серіктес сауда желісі арқылы пайызсыз несие беруге әзір. Яғни 18 айға созылатын бөліп төлеу әдісін ұсынады. Жалпы Мәлік, қандай банкты таңдаған дұрыс? Яғни қай несиенің түрі халыққа, азаматқа тиімді деп айтуға болады? Жалақыға әртүрлі себептерге байланысты. Егер нақты біздің жағдайда алатын болсақ, оның жалақысы 250 мың, ал 3 түр ұсыныс бар. Бұл жерде есептеу өйткені ол алдын ала білу керек, ол қалай ақшаны төлейді. Мысалы, біз 5 жылға алатын болсақ, 24%-бен, ол шамамен 2 миллиондай артық төлейді 5 жылда. Ал 7 жылға 26%-бен алатын болсақ, ол 3,5 миллион шамасында артық төлейді. Өзіңіз ойлаңыз. Пайызсыз алса, онда 167 мың ай сайын болады. Яғни бұл жерде ол есептеу керек. Егер жаңа 250 мың алса, несие төлемі 30%-дан артық болмау керек жалақысынан. Яғни біздің жағдайларда 7 жылға ең тиімді болса. Ең тиімді, бірақ бұл жерде не ойлау керек? Өте үлкен артық ақша төлейді. 3,5 миллиондай артық мен ақша төлейді. Мәлік, жауабыңызға рахмет. Ал енді бүгінгі тақырыпты әрі қарай ашатысу үшін тарихқа үңіліп, несие қалай пайда болғанына назар аударайық. Ақшаны қарызға алуға деген қажеттілік сол ақшаның өзімен бірге пайда болды деп айтуға толық негіз бар. Біздің дәуірімізге дейінгі 8 ғасырда ежелгі Мысыр, Вавилон және Ассирияда адамдар пайыздық үстеме арқылы табысқа кенелуді білген екен. Ол кезде арнайы саздан жасалған тақтайшалар қолданылды. Олар вексельдердің қызметін атқарды. Бұл заманда кепілдікке адамды, малды, құнды нысандар мен заттарды қабылдай берген. Ал ежелгі Римде тұрғындарға тіпті өзін кепіл ретінде ұсынуға да болатын еді. Егер қарызды уақытында қайтармаса, борышкер бір айға зынданға қамалады. Осы уақыт аралығында оның туыстары тиісті соманы әкелмесе, тұтқынды құлдыққа сатып жіберетін. Ал орта ғасырлық корольдар қарызын төлеуден ең көп жалтарғандар ретінде тарихта қалды. Ел билеушілер шалқып өмір сүруді қалап, не болса соған қарыз алуды жақсы көреді. Бірақ несиені пайызымен қайтаруға келгенде, олар түрлі сылтау тауып, жалтарып шыға келген. Оның үстіне патшадан ақша талап етуге қарыз берушілердің де дәті шыдамайды. 12 ғасырда Рим папасы Александр III барлық банкирлерге шүйлігіп, қарызға ақша беру мен алуды ауыр күнә деп жариялады. Бұл заң әлі күнге шейін күшін жойған жоқ. Сонымен қатар, басқа да ежелгі халықтарда, әсіресе парсыларда борышкер атану масқара тірлік деп саналатын. Бірақ тарихта несиенің арқасында дамып, өркендеп кеткен елдердің де болғандығын мойындауға тиіспіз. Сонымен біз профинанс вебинарында тұтынушылық несие жайында толық мағлұмат алдық. Әр адам өзінің сатып алу әрекетін басқара білу керек. Сондықтан да күнделікті кіріс пен шығынды есептеп, қаржылық сауатын арттыра бергені жөн. Әсіресе қарызға ақша алу қажет болған жағдайда банкты дұрыс таңдап, тұтынушылық несиені рәсімдеу кезінде құжатты толығы оқып шығып, келісім шартқа қол қоярда барынша мұқият болуыңыз керек. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Профинанс жобасы сіздің жеке қаржыларыңыз, тиімді қаржы құралдары және әмияныңыз үшін қауіпті тәуекелдер туралы сұрақтарыңызға жауап береді. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.